Билікке қарсы дегенде. Билікке қарсы сын айтып жүрдіңіз, енді билік партиясынан. Сіздер билікті кресломен өлшейсіздер да, үстіндегі адамдармен емес. Мен қарсы болған биліктің жартысы жоқ қазір. Онымен келісетін шығарсыз. Ал қазіргі билікпен енді жұмыс істейін деп жатырмыз. Оның нәтижесі қандай болатынын бір Құдай көрсін. Яғни қазіргі президенттің саясатын толық қолдайсыз. Президенттің саясатын? Иә. Ал енді сіз қара қолдамайтын жерін айтыңыз. Жоқ, бағдарламаларын тек соны іске асыруға, ол қолдамауға жатпайды. Көрдіңіз бе, сіздің қойып отырған сұрағыңыз қолдайсыз, қолдамайсыз. Мәселелер әртүрлі, әр тарапты ғой, әр мәселе әртүрлі шешілу керек. Кейбір жерде келісетін жеріміз бар, кейбір жерде талқылайтын жеріміз бар. Мысалы, жаңағы айтылған мәселелердің ішінде өте көп мәселеге толыққанды келісемін, бірақ тариф сұраққа келген кезде ертең қарастыру керек, ойлану керек. Өйткені оның зияны қарапайым халыққа зияны тимеу керек. Жауап беріп солай. Тілден басқа қай жер ұнамайды сізге президент саясаты? Президент саясаты? Сіз жаңа айттыңыз, бұрынғы президенттің, яғни маған ұнамайтын биліктің қазір тең жартысы жоқ дедіңіз. Ал ол дегеніңіз қазіргі президентті толық қолдаймын дегеніңіз. Жоқ, неге? Немесе қалай деп? Қараңыз. Қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба деген. Содан шыққан. Мен Қазақстанның дамуын һәм өркендеуін қолдайтын адам. Белгілі бір адамдарды, топтарды қолдайтын адам емеспін. Осының ара-жігін ажыратып. Демек мен нақтылы президенттің саясаты деген сөз жоқ бұл жерде, қарындас, қайталап айтамын. Мәселелер бар.